вообще абыройларың жоқ екен сендердің. Бір күн бойы ешкім іздеп келмеді сендерді. Уақыт болды давай шығыңдар. Уақыт қоздашы бауырым. Контур саған бұл? Сен жындысың ба? Машинаң штрафстоянкеде, Каспийдің аресте, өзің мына жерде жатсың. Кеттік. Мен Каспийім қай камерада? Шығарып алу керек онда. Я свободен, словно птица в небеса деп қоясың. Я свободен. Жақсы, братан. Құлтап аласыз ба? Кемей чамыз енді қытай қаласа. Қала кәдімгідей өзгеріп кетті. Бірақ күн болып отқаныңа сен. Әшейін қар ерген. Бәсе бір өзгеріс бар да. Бағана охрана негізі дұрыс айтып жатыр ғой. Бір іздеуі жоқ адамбыз ғой. Үйдегілер, достар, ешқайсысы іздеп келген жоқ қой. Өлі ма, тірі ма деп. Или іздеуіміз бар ма? Епа. Ассалаумалейкум. Тойхана қай жерде айтып жібересіңдер ма? Гулянкеде жүргенбіз ғой. Сендер февральда қандай мектеп бітіріп жатсыңдар? Кімсіңдер сендер? Кто? Ми? Скажи парнем, кто? Ми? Миң сен барша не хабаре ана бас ұрып тұрған кезде тапқан екенсің сұрайды анамды. Базар жоқ, Зор ғой. Сұлу да, сұлу. Басеке, олар шықты. Барайын ба? Жоқ, бүгін емес. Бірақ іздерінен қалмаңдар. Бәріне масқара болдым болықшы. Әшейінен әшейін отырып шықтық қой. Ертең жұрт қалай қараймыз? Қалай әшейінен әшейін отырып шықтық? Таза тәртіпті бұзып отырдық қой. Нағыз жазықты болып отырдық. Ал бұның ішінде қаншама жазықсыз отырғандар бар. Мына тексттен кейін сериалды бастау керек қой бізге. Қалай? 3 минут жігіттердің ойларында шаманыз арамдық жоқ ойларында. Балаларды да өзім садикке апаратын. Бұл үйдің әйелі де, еркегі де өзім. Үйге қонуды қойдың, машина қайда десем, айтпайсың. Тұрғанта явно штрафстоянкеде. Ана қасыңдағы эско бекалармен қосылып, түнімен қаңғырған шығарсың. Или сенің біреуің бар. Перизат, мазын қырпыш конкретне. Сенің біреуің бар деген өтірік, қалған бәрі рас. Атауыңды ше, миымды ашытпаш. Даширағы не жаңа картошка пияз турап атырын ғой? Ол итке. Баламау келдің ба? Иә, мама, Есконың үйіне қонып қалдым. Түнде бір өзім жатып қорқам дей ма? Қыздар сияқты олда. Қалайсыздар өздеріңіз? Жақсы. Азизде болды ма жандарыңда? Иә, Азизде болды ғой. Досымыз ғой енді. Еско мектеш. Үйлері жылы ма екен? Жоқ, сол жылы бермепті. Жаңа орап қалды, таңға дейін жатамыз деп ше. Ана ұлан ағаң болмағанда сен сол үйде 15 күн жататын ең тағы да. Ой, мама, сіз ба айтып жүрген, бәсе неменеге ерте шығып кеттік деп еме? Қашан қайтамыз сізге? Ол кісіні араластырмаңызшы, өзім проблемамды өзім шешем мен. Сен өз проблемаңды өзің шешетін болсаң, үйлен. Қолыңды ұзарт. Мен сенің қасыңда қашанғы жүрем бүйтіп. Мама, қойыңызшы, тағы да ашуланып бастадыңыз. Ауырып қаласыз. Қойыңызшы, бұл уайымдай бермеңізші. Қойш, онсыз да бүгін мазам болмай тұр. Мына сай сүйегім бәрі қақсап. Толғағым кеп тұр бүгін. Өлі толғағы несі, мама? Балам-ау, сен алып ұшып жүріп бүгін туған күнің екенде ұмытып кеткенбісің. Мама, бүгін туған күнім екен. Ойбай, кеш, ұмытып кет. Бүгін қай күніз? Қай күн демеш, балам. Қаншаға келдім деш сен. Қаншаға келдім? Болды, көңіл күйіңіз түсірмеңіз, болды. Көңіл күйін көтерейік, ішке келіп шайғыңыз, мен қазір торт алып келейін, болды. Қаншаға келдің, білесің ба? Қазір есептеп тауып аламын өзім. Рахмет, мама. Көңіл күйді көтеріп жібердіңіз ғой. 94 пен, 95, 96. 30 қаншаға келген? 32, 33.
Я есть под Оренбургом, фонтанщик, черным дельфином. В жизни видит лишь раз его доводилось. Всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанщик, черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфинов. Коридоры длинные, окна, решетка лепнина. И спинам вверху, ну как дельфины, в вечном плавании, задеяния злые. Мынау отырып келгеніңізге арнау болды деп атқаным ғой енді жалпы. Туысқандарыңыз ешкім келмегесін іні болып келіп атқанмын ғой. Рахмет інім. Абыройың айрандай төгіле берсін. Болды аға, осының өзі абырой ғой мен үшін. Еш саршыш, врач. Бол, ашайын, е. Қалайсың, доста? Жәнше жүрсің ба? Амандасай. Мә? Әлі көтің тірісіп жүрмін ба? Не бұл? Ақшаң ғой сенің. Қарыз дедім ғой. Енді кіргізетін жерсің үйіңе? Кір. Рахмет, класстастар. Ай, балам, мына қызды қарашы. Класстасым Гүлжамал бар емес па, соның қайынсіңлісі. Мед академияда оқиды екен, қарашы, әдемі ма? Әдемі екен. Ойба, 260 мың стипендия алады. Күшті. Өзін өзі асырап жүр дейді. Мама, Ау. қойыңыз қашан қоясыз? Біреуді көрсете салып, үйлене салып деген болмайды ғой. Ай, балам, мына қыз сен адам қылады. Мама, мен Шрекпін ба? Кейін адам болып кететін. Кейін Тавырбын ба? Арт жағымда адамға бола салып. Қойыңыз болды, уайымдамаңыз. Бопты, жарайды, шайын іше бер. Мен ана көрші қонаққа шақырып еді, барып келейін. Аяқта біреулер айтып атса, бірақ мен үйленіп дей салыңыз. Құда түсіп жүрмесін маған. Мынау полыңа солидор жақпайсың ба? Или қарма мынау? Хотя бы 2-3 күнде тазалап тұрсай. Ескі, үңгірге обой жабыстырып алғансың ба? Мектептің тақтасына жатсың ба сен? Не болды? Ескі. Не болып кеткенсің сен, Ей, баяғы ескары қайда? Шиковать етіп жүретін, рисковать ететін. Ей, красавчик ескі қойда? Қыздарды шертіп, таңдап, артынан жүгіртіп жүретін ескі қойда? Ақшаң таусып, урод болып кетіпсің ғой, ескі? Красавчик едің ғой, білесің ба? Ей, әп-әдемі әйелің бар еді, ескі, бала-шағаң. Ставкаға тігіп жүрдің бе? Көтің қышы. Бір жеп, батышып кетіпсің ғой сен. Түсірмеші. iPhone кредитке аласың ба? Немене? Кредит? Иә. Не ол? Мен наличке жүретін адаммын ғой мен. Чисто налог ескі балам. Миллион таппайды шығарсың айына. Миллион деген ше ескі. Міне. Менің әшейін нәски түрсейім бұл. Жоғалып кетсе, садаға. Жаным ашмайды мен. Сенбеймін саған қыш. Вот. Міне. Сол сенбеген арқасында ғой істеп жүрген сен білесің ба? Вот маған сенгенде жағдайың баяғыдан доп болады. Мен баяғыдан сенем ғой саған, достар. Бағана ана жақта амандасқан саған мен емес, мен рухым ғой. Ана жақтан денеме кіре келіп қайтып не ренжітесің? Досымды менің. Ассалаумағалейкум. Мен енді келдім. Осы келіп жатыр. Доста қалай жағдай? Міне ең красавчик болсың сен. Не тема, айта берсе сұрағын, не мутит етіп жатсың? Бізге дәйтсе, араласайық та. Қандай, ставка қою ма? Қоймайсың. Енді. Қойдырасың. Қойып кетем ал бәрі? Емдейсің ба сонда? Короче, былай. Алдымен өзіңе жаңа бір сим-карта сатып аласың. Одан кейін сені адамдар өздері тауып алу үшін таргетке мен әр матчтың точный счетін айтам деген реклама жібересің. Мен точный счетты білмеймін ғой? Оны ешкім білмейді. Сондықтан сен саған таргеттен келген адамдарға әртүрлі счеттарды айтасың. Брат, Челси, Арсенал 2-0 точный счет деймін. Конечно.
Арсеналдың соңғы кездері қалай ойнайтынын білесің ғой? 2-де 1 болады счет. Қарындасым, 3-те 1 болады счет. Ағаға сенсей? Мынаған ешкім сенбейді ғой. Сендіру үшін былай айтасың. Родной, бұл букмекерскийлер ақмақ емес. Өтте қуғы олар. Бірде береді, бірде бермейді. Келісілген матч. Болды, брат. Не сатып аламын онда? Арсенал, Челси 4-те 1, е? Дұрыс, родной. Счет 2-де 2 Арсенал, Челси. Бетон, нича, обезавет десең де болады. братан, кешегі тура сен айтқан счет шықты, рахмет үлкен. Оқаш жоқ інім. Обращайся ғой. Не ғой, счет алып болады шығар? Болат, братан, смело. Тағы қандай матчтар бар, айтшы. Бұл жолы сәл қымбатырақ болады інім. Братан, любой ценаға сатып алам. Тек сенен сатып алам енді. Болды. Жұмыс біткеннен кейін барлық нөмірді заблокировать етесің. Бірақ счетты кімге дұрыс айттың, сол адамды алып қаласың. Ол саған құдайдай сенеді. Жақында Бенфика мен Реал қайтадан ойнайын деп жатыр. Бенфиканың шапер гол соғады. Біткеннен кейін сим-картаның көзін құртасың. Шамалы пауза, дальше осы схемамен жұмыс жалғастыра бересің. Чотан, істейсің бе? Келіп жеткен туылған күніңмен құттықтаймын сені, бақыт. Бүгінгі туған күнің құтты болсын. Туған күнің. Қалайсыңдар? Мегабайттарың бар ма сендердің? Ойбай, басқа нәрсе болмаса да мегабайт постоянно болады, Аллаға шүкір. Телефондарыңда ВКонтакте, Телеграм дейтін бар, я? Конечно, жетілген заман ғой, Руфашидің видеоларына дейін бар ғой. Төбесінен уведомление келген жоқ па? Сегодня сендердің достарың Бегулан Жолдығажан туған күні құттықтасаңдар шеу демеді ма? Happy birthday хою, тәбриклаймын сәні, уәл хабиби мама алиддім буа, шыңмиянарсың өңіңі. Туған күн құтты болсын, бауырым. Рахмет. Құрып, әшейді құттықтап қоя салмай, бір тойлап, бүйтіп шаман жумаймыз ба, отырмаймыз ба? Отырамыз, бірақ тоқырлаған еркектер болмай. Арқан жырған өзін түсіндірсін, сөйтіп отырайық та, әдемі болып. Өзімізбен өзіміз дейтінді сен ұмытсай, оны мен шешем қойып. Кімдермен отыратынымызда? Болды, онда отыратын жер менен деп есептей бердіңдер. О, әне әдемі. Красавчик, дастырған менен. Бүгін как раз бала-шағаның пособиесі түсті. Менің де үлесім бар ма да? Осындайда алып қоятын бар еді, Әзиз. Ойбай-ау, келдір. Ал, Мөлдіріп қойық. Қарындас алмайсың ба сен? мына жерді негізі әдемі таңдапсыңдар, я? Я күшті жер, дала ресорт деген. Демалатын зона отдыха ғой. Мұнда үш рет па болғанмын мен. Сен үйдің қызымын деп ең ғой. Далада жүрдің қызсың ба не? Өлтіріпсіңдер, я? Досым, мынау дастырған үйренді. Іште одан да үлкен дастырған жайылтып. О, рахмет. Это для тебя, родной. Красавчик. Жалпы мен де мына отыратын жерді қалай өлтіріп жібердің да, я? О, әдем таңдапсың, родной. Бұл дастарханды өлтіріп тұр. Мен мына отыратын жерді өлтіріп тұрмын. Бір адам өлтірмей тұр да. Прекрасно түсініп тұр да ол ше. Не ол, не айтып жатсың? Мына қыздан сәл ұятта бірақ ше. Құлағыңды көрсейді. Біздің қыздар қайда? Ойба, ұмыт кеттім ғой, болды қазір. Бір-ақ минутта шешем ғой. Қалай ұмытуға болады, досты. Где? Алло, Мера, қалайсың? Жаным, жүрегім, махаббатым, жүрегімнің ішіндегі жүрегімнің арасында қалып қойған. Әрбір қатпаршақтарының бойында себелеп өскен ұнтақтардың, кішкентай қиқымдардың, махаббаттың мөлдіреп сезім тамшылардың аспандан жауған жаңбыр. Қазір, бір минут, я? Жекті, бір минут, я, қазір? Шешіледі, қазір? Бола ма, болмай ма? Ойнамаңдашы, қазір? Топ қалды ғой, бек анау? Алло, Мира? Өлі адам позорын шығармай кеңдерші? Сөйтсі енді болды бәлсе. Жігіттер, шешілді. Вау ма? Вау ғой? Вау. Мен бұның вкусына сенем ғой. Мен де сенем ғой. Пример тұр ғой міне. Айуан қыздар ақ келеді ғой. Жігіттер, мен сендерге 1 минут дедім ба? Әні келді қыздар. Мама. Ипам, не жер әдемісін, ай.
Есеңгір кірсейді. Еба! Түк көрмегенде болма, білдірме. Бір үйдің үстіне бір үй соға саласыңдар ма? Ысырар емес ба, жігіттер? Қалайсыңдар? Бүгін қымбат арақ ішетін сияқтымыз ба? Бека, өзіміз демалайық деген сен қалай түсіндің? Өзіміз демалдық қойды түсінсең кәз? Алдымызға үлкен айнақ біле замады ма бұнда? Жей. Қыздар, келіңіздер, мынау сіздердің параларыңыз. Қарға кіріп кеткен ау деймін, кәз. Ана Бека деген таза мал екен ғой досым, таза қастандық емес па бізге жасап атқаны? Мынандай әдемі жерге анандай екі қыз обиден емес па? Қалай ойлайсың өзің? Досым, мен түсінем да. Екеуміз де бір алып барған красавчик емеспіз да. Бірақ даты болғанда ішіне төмен емеспіз ғой? Сол ғой. Не деген қастандық онка? Досым, мен бір плотный әдіс білем. Соны қолданайық лучше, ең керек. Не ол? Мынаны ішесің, любой қыз әдем болып кетеді. Қош. Мен талай рет көрген ғой. Алдың отырсты да. 5-6 қыз әдем болып жүрген ғой. Давай онда. Давай. Саған сенім досым. Сөйтеді марал ғой, бассейнге бір қыз құлап қалады ғой. Жеп отырыңдар, ішіңдер. Смело. Мынау әсер ете ма точно? Или әсер етті ма уже? Бір стаканға өзінде әдем болып кетіп отыр. Бір ші арақ болса, Фатима мен Зухра ойнап тұрған екеу. Вкусың қандай сенің? Кеңдер жігіттер. Жаңа ғана 2 қыз шатасып кіріп кетті бізге. Міне мен шақырған қыздар. Қалайсыздар қыздар? Саламатсыздар ма? Бека тамаша. Бірден танысып, білісіп, сразу араласып. Жоқ ой. Қазір олай таныспайды ғой. Трендпен танысады, отыр. Менің атым Құралай, мен құрта келдім. Мен атым Шолпан, мен шешіл алып келдім. Менің есімім Айнара, мен Арақса келдім. Менің атым Бека, мен бір банка солена огурца келдім. Менің атым Еско, мен 2 банка соленый огурца келдім. Чота. Менің атым Арақ, мен Азиз алып келдім. Ішеміз ба не сонда? Ішеміз, еще шашлик жейміз. Мен шашлик қолымға пісіп жатыр, қыздар. Сіз еще шашлик пістіре аласыз. Ой, өлтіріп, мәкіраш, утқы, бәрін өре берем ғой. Ән! Домбырам кән! Міне. Арнайы Беканың жеке өзіне ғана арналады. Бауырым Бека досым, күрсім бебек. Қойшай, заманауи ән айтшы, не алдың? Заманауи ма? Бар ғой, жетеді оны. Ты такой невинный пипец Микки Маус. Қоямын күшіңді таус, сабағыңды дұрыстап оқысаң, мені сыйлық қып әкеледі Санта-Клаус. Бәрін үйрету керек әкең ауыз, оп-оңай үстіге астыға баунс деп қойсың. Әдемі. Рахмет. Қыздар, менің шашлигім пісіп қалды, сенің қарындарың ашып қалды, мен білем. Қазір өлтіріп шашлик әкеп берем, ей жандарың сау. Наның артынан бармасам, маңғалға дейін жеп қояды да, білем да, мен бұны ше күйдіріп, пісіріп, қазір. Қыздар онда, сіздер де отыра беріңіздер. Аналар қазір ана секс Сеулді қалай жағатын білмейді да. Мен бар көмектесіп келейін, сізбен отыра беріңіздер. Не болды, күйіп пісіріп атсың ғой шашликті? Нормально пісіп атым. Қызғанып атсың ба не? По-любому ана ортасындағы Шолпан деген менікі бірден айтып қойын. Сенікі емес ол. Немене сенікі болады? Қанша отырса отырмыз, бәрін менікі деп шығасың. Көріп атсың ғой, қалай подкаст жазып атқан, менікі ол. Менікі, досты. Менікі? Әйелің айтам онда сен. Сенікі ойнап айтамын жүрдің ба? Бәсе, досым, қызға ола не қылмай ақ. Жоқ, қыз көп қой. Жігіттер, бірден айтып қойын, ортасындағысы менікі. Еттілеу екен да. Бәрі не болды, менікі деп. Сендердікі қойындашы бұл бәрі. Сен не алдың? Өзің әкеліп, өзің қалай болады ол? Не айтып отырсың? Қыздарды? Шашлыкты айтып жатыр ма, еттісі менікі деп. Бана соған көзім түсіп отырады да. Ой, бұрмай жүресің, ауысып жүресің, ма деймін. Бәрін жеші, бәрін. Рахмет. Қалай отыр? Туған қалай отыр? Зор өтіп отыр жігіттер, рахмет айтпақшы. Мынандай даңғарда үйде шашлык жеп, піскен екен.
негізі деймін да досым ше, мысалы сен 30 жыл бұрын іңгәлап деп туылдың да мысалға, уже мужиксің да, қалай өмір деген. Мысалы деймін да, қазір кімнің не істеп жатқанын білмейміз біз. Біз мысалы шашлик істеп жатырмыз ғой, әлемде не болып жатыр? 7 миллиард халық бар. Мысалға да 7 миллиард халық бар. Біреу туылды уже. Уже екінші, 5 болды уже, қараш. Көрдің ба? И біреу қайтыс болды. Тоже 5-6 адам қайтыс болды. Біреу грантқа түсті, біреудің давлениесі түсті. Біреу деп жатсың ғой. Біреулер тойға дайындалып жатыр. Иә. Ал біреулер бойға дайындалып жатыр. Ал біреулер спец заданияға дайындалып отқан шығар деймін да. Сендер Не ол? Вау, мына шашлик ненің етімен? Анау ма? Анау Антарктидада пингвиндерді көргенсіз ба, топ болып жүретін, үйірімен жүреді ғой. Сол кезде біреу бағынбай, жеке дара өзі былай тауға қарай кетеді ғой. Сол жүріп келеді да, менің алдыма келіп тұр ғой Қазақстанға. Мені алып кетіңіздерші. Мен бұяқта тұрғым келмейді. Шашлик қып жеріңіздерші деді. Соның шашлигі ғой. Сол ғой сол. Ас болсын қыздар, жеңдер. Қыздар, бірдеңе айтайыншы. Міне бүгін әдемі отырыс болып жатыр ғой, мына дастарханның барлығы, керемет ғимарат үй, осының барлығы, мына менің 2 досымның арқасы. Жігіттер, шын жүректен дәл қазір өлең шығып тұр да, жүрегімнен прям. Соны айтып жіберейінші сендерге. Бірің қиял, бірің мас. Бұндай достар табылмас. Екеуіңе айтарым. Ақлалелі, ақлала! Билейміз ба, билейсің ба, билейік та. Билейміз ба, билейсің ба, билейік та. Всем на пол, на пол, на пол! Жат! Қозғалма, қозғалма! Кімдікі мынау? Кімдікі? Мен білмеймін, братан. Кімдікі де? Үйленбеген бала шығам жоқ мен. Туған күнің менен, туған күн мен, Сен ба? туған күнің мен бекат дос, туған күнің менен. Досым, Франк қой, Франк. Құтты болсын туған күнің. Ана очақ автомат қойшы, ренжіме. Айтпайсың ба, адам зәретін алың ғой. Аюда шақырғасыңдар ба? Мәссаған. Бұларды да сен ба шақырған? Жоқ емес шақыр жоқ. Сен ба шақырған? Сендер емес па не? Жоқ. Блядь, чё там? Арсенал, Челси, 5-2 дейсің ғой? Мал, бля.